Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгін біз сауат ашу бөлімін өтеміз. Ең алдымен шаттық шеңберіне жиналып, көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ал ендеше өлең жолдарын мен қайталаймын, менімен бірге қайталаңдар. Біз көңілді баламыз, күнмен бірге оянамыз, құстарменен ән саламыз. Қайырлы таң, қайырлы күн, жарайсыңдар балалар. Көңіл күйлерін көтеріп қалды деген сенімдемін. Ал ендеше мен сендермен қызықты бір ойын ойнағым келіп отыр. Ал мұқият тыңдаңдар. Қандай дыбыстан басталып тұр деген ойын? Алма, ағаш, ананас, алмұрт, асқабақ. Осы аталған суреттегі заттардың барлығы қай дыбыстан басталып тұр? Мұқият жауап береміз балалар. Жарайсыңдар, сендер дұрыс таптыңдар. А дыбысынан басталып тұр. А дыбысы дауысты дыбыс. Ал қай жерде кездесетінін қарайық. Алмұрт, ананас, алма деген кезде а дыбыс сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі екен балалар. Көрдіңдер ме? Ал ендеше а дыбысының бас әрпі және кіші әрпімен таныс болыңдар. А дыбысы ауыз қуысында айтылған кезде созылып, еркін айтылады. Ешқандай кедергісіз. Сол үшін де а дыбысы дауысты дыбыс. Біз оны қай ішке орналастырамыз? Иә, қызыл ішке орналастырамыз. Себебі ол дауысты дыбыс. Балалар, жарайсыңдар. Ал сергіп алайық. А дегенің ана, жақсы көрер бала. Ана, аға, ата, тек сен алға. Ой, балалар, тамаша. Ол сергіту сәтіндегі тақпақты жаттап алайық. Жарай ма? Ойна, ойлан, тап, ойна. Банан деген сөзде неше а кездеседі? Я, дұрыс таптыңдар. 2 а. Ағаш дегенде неше а кездеседі? 2 а. Я? 2 а дыбысы болса, 2 буынға бөлінеді сөзіміз. Асқабақ деген кезде 3 а дыбысы кездеседі, 3 буынға бөлеміз. Жарайсыңдар балалар, керемет.